Мұрат Нұрманов, Қызыл шапандағы оралдық Асылбек Ишанов өздерінің орындарына бара жатыр. Айтыстың ең арқалы кезеңі, қайым айтыста ақындарымыздың шабытты арқасын десеңіздер, төменде көрсетілген телефондар бойынша, ұялы телефонның SMS жүйесі арқылы, интернет бойынша www.айтыс.kz сайт арқылы өз айтыскерлеріңізге дауыс беріңіздер, қалыс қалмаңыздар. Төртінші бөлім қайым айтыста әр ақынға 5 минуттан 10 минут уақыт беріледі. Жалғасақ сөзімізді әрі қарай, інішек ауылыңның қалы қалай. Ауылыңның қалы сәкі тіптен жақсы, еңбек етіп жатыр ғой, бәрі қалмай ай. Жақсы ғой, жүлделерді бәстигені, балықтар қырылуда Каспийдегі. Ай артымнан інім ау қалмадың ғой, мәселені айтайық бас күйдегі. Ай ту етіп туралықты таласалар, биғалып биіктеді аласалар. Айтыс чемпионат жасап жатқан, ұлттық арнада досындай тамаша бар ай. Ай көркейтіп Алматыдай меймандар үйін, қала күн жасап жатыр Иманғалиын. Ай Алматыны ежелден білесің ғой, ақындардың ордасы сыйланған үйім. Ай банаға айтқан көгертік көсегемді, айтпайсың ба жүрек жарды мәселеңді. Өзі мықтап қатырып айтатындай, Садат ағам батпағын кеше берді ғой. Тартпасын телефоннан ер қиянат, сенше қалай осы айтыс чемпионат. Ай батпағын адыраудың кешсемдағы ай, бауырмалдық жаныма тұр ұялап. Ау сеніңше қалай өтті чемпионат, жасамаған секілді ел қиянат. Өз ұйқасымды қайтадан қайталаған, жасап отсың ал сәке, сен қиянат ай. Сен де сәке бір үйге қожайын едіңіз, жарасып тұр көзіңе көз әйнегіңіз. Ай оралда тілің басқа, дінің басқа, өз жеріңде оршалап қазайын едіңіз. Ай жақсылықты тек қана кеше берші, Асылбек жан осылай өсе берші. Өссін деп жаныңыз шынымен
ашып жатса, осы жолы сен маған есе берсе ғой. Айталсаң екі жолда ойыңды ашық, айтысқан жақсы сәке қайымдасып. Ай, кімнің мықты екенін ел біледі, отыр ғой іштерінен пайымдасып ай. Ай, қараған көптің мынау жанарынан өзгеше бөлек болып тұрады ән. Уақытымды сен көптеу алып қойып, байладың ғой баланы талабынан ай. Ай, Атырау оңалмайды, ерғис тартса, қайда кетті тартылған инвестиция. Ай, қалайша біздің жағдай оңалады. Інілердің осындай сөз қиыс тартса. Ай, сеземін маған деген пейіліңді, болғайсың бірақ інім мейірімді. Анамдай мейірімді боп өтемін мен, өйткені адам киігіз киімімді вай. Сәкеңнің өлеңінен бәрі ұйқасты, өлең қылып отырсың шал ұйқасты. Сөйтсе де сен артыма ілестірдім, сөздеріңнің інішек бәрі ұйқасты. Айтпай қал ендеше шал ұйқасты, тауып берші сөзіме әр ұйқасты. Абай менен Махамбетті көп оқысаң, айтар едің бұл жерде нақ ұйқаста вай. Жарайтайық көңілге татымаған, ұлғадайша Абайды оқымаған. Ай, Абайды оқымаған басқа адамдар көңілге берен сөзді тоқымаған. Ай, Асылбек жан биігіңе қосыла алам, не дегін келіп отыр осы маған. Қызылов әңгімесін айта кетер, батыстың жігіттерін тосып аламай. Бұл жерде де жауапсыз қалмайын мұң, тағдырын кім ойлайды замбайыңның. Елбасы нұрағаңдар аман болса, түзелгенін көресін жағдайымның ай. Ай, інішек мына менен қауіптендім, саған жеңіл ұйқасты тауып бердім. Үйтіп маған жаның ашаны құрсын, жаның ашса оралдан үй салып берген ай. Ойғанмайық біз ондай құтыруды, бітірген жігіт едің бақымуды.
болса үй салады ау, білмейді ғой жан жаққа сытылуды. Ол рас бітіргенмін бықымуды, үйрендім білім нәрін сыпыруды. Менде аға бітірген бықымуды, сондықтан білмеуші едім отолуда бай. Ай, астымызға көпшікті көп қоярсыз, тағы да уақытын жеп қоярсыз. Ай, отылып жатсаң егер ағаңыздан, өзімнің кінәм еді деп қоярсыз. Әй бәлек. Ау, танытпасымын әлім қырымға бақ, қошеметті білемін шуылдан ақ. Осымен айтыскерлердің қайымдасып айтысуы тәмамдалды. Телефон, SMS жүйесі және залдағы көрермен арқылы берілетін дауыс тоқтатылды. Еділ мен жайықтай батыстың қос дүлділі, батырлардың ұрпағы, арындаған арқалы Сағадат пен Асылбектің айтыс алаңдағы арпалысқан, сөз таластырған тартысына куә болдыңыздар. Дегенмен әр жарыстың жеңімпазы болады. Бүгінгі айтыстың жеңімпазы кім? Халық кімді таңдады? Жүректер лүпілдеуде. Көңіл толықтары сәт екені сөзсіз. Міне, ұл қыздарыңыз бүгінгі айтыстың қорытынды есебін алып келе жатыр. Бүгінгі дүбірлі сөз сайысы жеңімпаздың есімін айтыстың батагөйі Сейтомар Ақсақал барша әлеуметке жария етеді. Сонымен бүгінгі аламан бәйгенің жеңімпазы Асылбек Ишанов болды. Құрметті Қазақстан ұлттық телеарнасының көрермендері, өздеріңіз көріп басая куә болғандай, бүгінгі айтыстың айтыс Қазақстан чемпионатының жеңімпазы Асылбек Ишанов. Жеңімпазды халық өз таңдады. Халықтың өз таңдаған тұлпарына Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының дайындаған арнайы сыйы бар. Жеңімпазымызға Аптал азаматтың үйінің төрінде ілулі тұратын атақты шебер жасаған қолөнер туындысы, қайқы қылыш пен қансонарда қолға ұстайтын, қолдан түспейтін, қолға түссе де бір-ақ рет түсетін қара түлкіден жасалған тымақты сыйға тартамыз. Бүгінгі айтыста оза шапқан жүйріктің шабысына шабыс, шабытына шабыт қосқан екінші ақында сыбағасыз қалмайды. Алатаудың паң арқарының мүйізінен жасалған көш композициясы. Озық үлгілі қолөнер шеберінің туындысы. Республикалық ақындар айтысы. Айтыс Қазақстан чемпионатына республикамыздың әр тарапынан таңдалып, өз жұртының намысын қорғауға келген, мыңның ішінен суырылып шыққан сөз зергері айтыс алаңында бақ сынасады. Келесі жексенбіде қазанның 8-ші жұлдызында сағат 18:40-та Қазақстан ұлттық телеарнасы арқылы тікелей эфирде жүретін айтыс Қазақстан чемпионатының кезекті айтысының төрт көзіміз түгел тамашалайық. Келесі жұпты естеріңізде салай дейік, Алматы облысы мен Батыс Қазақстан облысының сәйгүліктері сынға түседі. Тұлпарының тегеуір